Баршаңызға қайырлы күн. Алтын алма каналына қош келдіңіздер. Осы видеода біз бірге стеганое одеяло пирогын дайындайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл сүзбелі бәліштің бір түрі, және егер де сіз шоколадты пирогтарды жақсы көрсеңіз, онда мен описанияға дәл осы рецепті какаомен дайындалатын түрін жазып қалдыратын боламын. Жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Алдыменен бөлме температурасында тұрған 3 жұмыртқаны қантпен миксерлейміз. Миксерлеу барысында қантты бөліктерге бөліп қосамыз. Нәтижесінде жұмыртқалы массаның көлемі ұлғайып, түсі ағаруы қажет. Ендігі кезекте жұмыртқалы массаға сұйық майды енгіземіз. Және миксерлеп тұруды доғармай, осында суымызды құямыз. Осы уақытта массамыз қатты сұйық болып кетеді, оған бола уайымдаудың қажеті жоқ. Келесі кезекте бөлек ыдыста ұн мен қопсытқышты араластырып аламыз және оны қамырға електен өткізіп салып отыратын боламыз. Ұнды да қамырға барлығын бірден емес, 2-3 бөлікке бөліп қосқан жөн. Соңында бізде осындай қоймалжың қамыр шығады, енді оны шетке ысырып қойып, салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бөлек ыдыста сүзбе, қант, жүгері крахмалы және жұмыртқаны араластыру қажет. Аталған ингредиенттерді жай ғана араластырып қою жеткіліксіз, оны блендердің көмегімен немесе блендер болмаған жағдайда силиконды күрекшенің көмегімен видеода көрсетілгендей етіп еземіз. Нәтижесінде бізде ірі түйіршіктерсіз сүзбелі салма шығады. Дайын болған сүзбені мен кондитер қапшығына салып, артық жерін кестім де дайындап қойдым. Диаметрі 28 см форманы пергамент қағазмен төсеп, үстіне қамырды құйып, оны лопатканың көмегімен тегістеп шықтым. Кондитер қапшығындағы сүзбелі қамырдан нәтижесінде тор көз болатындай етіп, жолақтар салып шығамыз. Пирогты 180 градусқа дейін алдын ала қызып тұрған пеште 30 минуттай пісіреміз. Мүмкін одан тез немесе кеш пісуі мүмкін, сондықтан қадағалап отыруды ұмытпаймыз. Ағаш таяқшаны пирогтың ортасына тығып, ол егерде құрғақ болып шыққан болса, онда ол пирогтың дайын болғандығын білдіреді. Кішкене суыған бәлішті бөліктерге бөліп кесіп, жей беруге болады. Сіздерге осы тәттіні дайындап көруге кеңес беремін, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Рецепт ұнаған болатын болса, видеоға лайк қойып кетіңіз және келесі видеоларда көріскенше.